Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермен. Бүгінгі біздің кезекті мұсылман әйелдің тұлғасы атты подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі подкастымызды қиыншылықты тақуалықпен жеңген Хафса радиаллаху анха деген тақырыпқа тоқталғымыз келіп жатыр. Мен осы подкасттың жүргізушісі Жібек Болатбекқызы, және де біздің әрдайым осы подкастымыздың басты жетекшісі Шамшат Әділбаева ұстазымыз, Нұр Мүбарак университетінің профессоры әрі отбасы эксперті. Бүгінгі подкастымызда біз әйел адамның мықты мінезі жайында сөз қозғаймыз. Ұстаз, қазіргі уақытта әйел адамға ыңғайлы бол, қатты сөйлеме, қатты мінезіңді көрсетпе, момын бол деп айтылып жатады. Бүгінгі біздің подкастымыз сондай мінезі тарихта қиын болып қалған, сондай мықты жүректі мынау сынаққа тақуалығымен шыдап берген Хафса радиаллаху анха жайында болайын деп жатыр екен. Өте қызық болайын деп жатқан секілді. Енді әйел адамды иншалла басқа жағынан, басқа қырынан тану подкасты болайын деп жатқан сияқты. Жалпы оны кейінірек айта кетеміз. Хафса радиаллаху анханың ұстаз қай жақта туылғандығы, ата-анасы жайында айта кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату ассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Бүгін шында да Хафса анамыз, негізі адамдар былай ойлайды ғой, енді Хафса анамызды көпшілігі таниды. Хазіреті Омардың радиаллаху анхтың қызы. Хазіреті Омар бұл пайғамбарымыздың ең жақын досы болған, алғашқы мұсылмандардан болған, ашара-и мүбашшарадан болған, яғни жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабадан болған. Ислам тарихында бүкіл мұсылман танитын тұлға. Оның қызы болу, Хафса анамыз оның қызы. Енді адамдар ойлауы мүмкін, адамдардың кейде бір сондай жақсы отбасында өмірге келсе, немесе пайғамбарымыздың жұбайы да болды, сол жағынан да өмірінде сондай бір жақсылықтар болды, ондай адамдардың өмірінде мүмкін қатты қиыншылықтар болмайтын шығар, олардың сынақтары жеңілдеу болатын шығар деп. Бірақ олай емес. Қайта керісінше, мысалы мынау тау дейміз ғой, таудың шыңына қарай суықтар көп болады, ызғар көп болады, дауыл көп тұрады, бұлт соның төбесін көп басады, қар соның төбесін басады. Мысалы, ең бірінші орында қар таудың төбесіне жауады, және төбесін қар басып қалады. Төмен жағында қар болмаса да, төбе жағында міндетті түрде шыңына қарай қар басады. Сондықтан да бұл кісілер негізі біздің ислам тарихындағы үлкен тұлғалар болғандықтан, олардың басынан үлкен қиыншылықтар өткен. Сондай қиыншылықтардың біреуі де осы біздің әйел заты болса да, әйел кісі болса да, Хафса анамыздың басынан өткен қиыншылықтар. Бірақ енді шында Хафса анамызды бірінші өмірбаяны шамалы оқырмандарымызға таныстыра кету үшін тоқталатын болсақ, Хафса анамыз бұл пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келмей тұрып 605 жылы дүниеге келген деп айтылады кітаптарда. 610 жылы пайғамбарлық келген болса, содан 5 жыл бұрын 605 жылы өмірге келген. Жаңа айтып кеткеніміздей, оның әкесі танымал Хазіреті Омар радиаллаху анх, яғни Хафса бинт Омар. Омардың қызы Хафса анамыз. Бұл кезеңде Омар радиаллаху анх 20 жастарында үйленген, сол 26 жастарында алғашқы қызы дүниеге келген деп айтады. Пайғамбарлыққа сол 5 жыл қалған кезінде, сол 26 жастарында қызы өмірге келген. Бір риуаяттарда 21 жастарында, 20 жастарында үйленген, 21 жастарында қызы Хафса анамыз өмірге келген дейді. Сонда Хафса анамыз Хазірет Омардың тұңғыш қызы. Отбасындағы алғашқы қыз, алғашқы бала, тұңғыш қызы Хафса анамыз. Хафса анамыздың анасы Зейнеп бинт Мазун. Ол да танымал мұсылмандардың қатарынан. Хазірет Омар радиаллаху анху өзі сол пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін Меккенің сол 6-шы жылында ислам дінін қабылдады ғой. Сол кезеңде оның әйелі де ислам дінін қабылдады, жаңа Зейнеп бинт Мазун радиаллаху анха. Яғни Хафса анамыздың анасы да алғашқы мұсылмандардан болып саналады. Яғни отбасында қандай тәрбие алғанын біз осы жерден көруімізге болады.
Хафса анамыздың нағашы көкелері, ағалары, жаңа Зейнеп бинт Масъунның бауырлары, Осман ибн Мазғун мысалы өте аты танымал алғашқы мұсылмандардан, Бәдір шайқасында қайтыс болған алғашқы шейіттерден, сол Жәннат Бақиға жерленген, ең алғаш жерленген сахабалардың біреуі сол Жәннат Бақиға. Одан кейін Қудама ибн Мазғун деген нағашы көкесі болған, мысалы ол да алғашқы мұсылмандардың қатарынан болған. Яғни Зейнеп бинт Мазғун анасының бауырлары да алғашқы мұсылмандардан болған. Сол секілді Хазірет Омардың енді өзінің бауырларына келетін болсақ, олардан да алғашқы мұсылман, мысалы Фатима бинті Хаттаб, Хазірет Омардың әпкесі, бір неде қарындасы деп келеді, мысалы олар да алғашқы мұсылмандардан болды. Хафса анамыз да өзі ислам діні келген кезінде, жаңағы одан 5 жыл бұрын өмірге келген болса, әкесі ислам дінін қабылдаған кезде пайғамбарлықтың 6-шы жылында Хафса анамыз 11 жасында болған деп айтады. 11 жасында ол да сондай кішкентай қыз, мысалы ислам дінін қабылдаған, отбасымен бірге барлығы ислам дінін қабылдаған ғой. Хафса анамыздың туған бауыры бар, атақты кейіннен сахаба болған атақты кісілердің біреуі Абдулла ибн Омар мысалы. Бұл Хафса анамызбен екеуі бір әкеден бір анадан болған жақын бауыры. Сол мысалы Абдулла ибн Омар да алғашқы мұсылмандардың қатарында болды. Ол да өте атақты мұсылман болды. Пайғамбарымызға ең жақын сахабалардың біреуі болды, ғалым сахабалардың біреуі болды. Яғни Хафса анамызды жан жағына осындай кісілер қоршаған еді. Хафса анамыз сол 11 жастарында мұсылман болды, пайғамбарлықтың 6-шы жылында. Одан кейін бір 16-17 жастарына келген кезде Хазірет Омар радиаллаху анху оны сол Меккедегі алғашқы мұсылмандардың біреуі Хунайс ибн Хузафа, ол да алғашқы сахабалардан, соған тұрмысқа берді. Яғни үйлендірді екеуін. Ол кезеңде жаңа Хафса анамыз 16-17 жастарында болатын болса, Хунайсты радиаллаху анху ол да сол 21-22 жастарында болған кезі дейді. Екеуі бір-бірін өте жақсы көрді. Ол кезеңде Хунайс содан Хафса анамызға үйленбей тұрған кезінде ол Эфиопияға жаңағы алғашқы мұсылмандардың хижрасы бар ғой, Хазірет Османмен бәрі бірге жасалған хижрада. Сол жерде Хабашистанға бір хижра жасап келген еді дейді. Сол хижрада жасап келгеннен кейін Меккеге қайта оралғаннан кейін жаңағы Хазірет Омар өзінің қызын сол Хунайсқа беріп, екеуін үйлендірді дейді. Одан кейін Мекке өмірі осылай өтті. Яғни сол жерде қалған жағы пайғамбарымыз Мәдинаға көшкенге дейін, сахабалар Мәдинаға көшкенге дейін олардың да отбасында сондай қиыншылықтар болды. Мұсылмандарға жасалған зұлымдықтарды олар да көрді. Мейлі енді бірақ шамал болса да Хазірет Омардың бір беделі болды Меккеде. Және Хазірет Омардың сондай қатты характер бар еді, өзінің бір батырлығы, қайсарлығы бар еді. Содан Меккенің мүшриктер аяқ тартып кішкене қорыққанмен де, бірақ бәрібір жалпы мұсылмандарға жасалған кейбір қысымдарды бұлар да көрді отбасында. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандар үшін ең жайлы орын ретінде Ясриб қаласын, яғни Мәдина қаласын таңдаған кезінде, соған жайлап көше бастаған кезде Хазірет Омар да радиаллаху анху өзінің отбасындағыларды алып, ол да сол жаққа қарай көшті. Көшетін оқиғасы да қызық, бәрімізге белгілі. Хазірет Омар радиаллаху анху Қағбаға келеді, тіпті даусын шығарып, жан-жаққа жар салып, кім-кім әйелін жесір қалдырғысы келсе, баласын жетім қалдырғысы келсе, міне біз Меккеден Мәдинаға көшіп бара жатырмыз, менің алдыма кедергі болып шыққысы келсе шықсын. Егер әйелін жесір қалдырғысы келсе, баласын жетім қалдырғысы келсе де өз-өзіне сондай сенімді, сондай қайсарлығымен, батырлығымен жария салған, жария еткен, көшуін жария еткен сахабалардың біреуі Хазірет Омар. Тіпті кейіннен оны Абдулла ибн Масуд былай деп айтқан екен, сол Хазірет Омардың өзінің хижра жасауын жария етуі Қағбада ол өз алдына бөлек бір жеңіс еді депті. Әрине. Иә. Себебі мүшриктерден қатты қысым болып жатты ғой. Иә, жасырын көшіп жатқандар. Олардың Мәдинаға көшкенінде қаламады, себебі ол жаққа барып олар дінді жаятын болса, бұл ислам дінінің үстемдігі орнайтынын олар білді, көрді, сезді. Сондықтан да барынша өздерінің уысынан шығарғысы келмеді ғой. Уысында шығармай ұстап тұратын болса, ислам дініне де олар контроль жасап тұратын еді. Ислам дінінің жайылуына, таралуына бір өздері соның бәрін қолға алып, кедергі жасап, барынша оны таралмауын
қадағалайтын еді. Сондықтан да өздерінің уысынан шығарғысы келмеді. Хазірет Омар радиаллаху анху сол кезеңде жаңағы 20 шақты өзінің отбасындағы 20 адаммен көшті дейді да, хижра жасады. Соның ішінде де қызы жаңағы Хафса анамыз және оның жұбайы Хазірет Хунейс екеуі бірге сол Хазірет Омармен бірге олар да көшті. Сөйтіп Мәдинаға барды. Мәдинаға барған кездерінде бұлар енді сол 19-20 жастарына келіп қалған кезі Хафса анамыздың. Мәдинада Хазірет Хунейс екеуі тағы да сол отбасылық өмірлері жалғасты. Бірақ бір күні Хазіреті Билал радиаллаху анху Бәдір шайқасына шақыратынын өзінің сол жерде пайғамбарымыздың шақыруын жариялады. Мәдинаның көшесінде жүріп, оны да барлығы естіген сахабалардың бәрі орталыққа жиналды. Сөйтіп олар жаңа Бәдір шайқасына шығатын болды. Сол Бәдір шайқасына мысалы Хазіреті Хафса анамыздың отбасынан Хазіреті Омар әкесі қатысты. Өзінің жаңағы туған нағашы ағасы Осман ибн Мазун қатысты. Өзінің күйеуі Хунайс ибн Хузайфа ол да қатысты. Яғни өзінің күйеуін де сол Бәдір шайқасына жіберді Хафса анамыз. Бәдір шайқасында өте қиын бір шайқас болды. Бұл жерде 317 бір риуаятқа қарай 317 ғана сахаба қатысқан дейді. Ал қарсы тарапта дұшпан 1000 шақты. Яғни өздерінен 3 есе көп дұшпанмен шайқасты. Өте қиын шайқастардың біреуі болды және ислам тарихындағы ең алғашқы, ең маңызды шайқастардың біреуі. Сондай қиын шайқас болатын біле тұра, мысалы Хафса анамыз өзінің әкесі, ағасы, күйеуі барлығы осы шайқасқа қатысты. Хафса анамыз да өзінің көңіл ризашылығымен оларға қолдауын білдірді осы шайқаста. Жап-жас былай қарасаңыз. 20 жастарында, 21 жастарында Хафса анамыздың да дінімізге деген адалдығы. Бұл жерде осыны көруімізге болады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға деген адалдығын көруімізге болады. Соғыс болды. Бірнеше күнге созылды соғыс. Соғыстың өзі Рамазан айында болған. Бәдір шайқасы Рамазан айының 14-інде болған. Мысалы біз қазір сол Рамазан күндеріне жақындап келе жатырмыз ғой. Бәдір шайқасының да бір есімізге алатындай сондай бір кезең келе жатыр негізі. Рамазанның 14-інде болған деп айтады. Соғыстан мұсылмандар жеңіспен, қуанышпен оралды. Бірақ сол соғыста Хафса анамыздың жұбайы Хазіреті Хунейс жарақаттанды деп айтады. Сол олар соғыстан оралғанда жолда сол жарақат күйде, науқас күйде Хунейс Мәдинаға оралды. Бірнеше уақыт өткеннен кейін сол Мәдинада сол жарақаты одан сайын күшейіп, сол Мәдинада қайтыс болды дейді. Негізі сол соғыста Осман ибн Мазун қайтыс болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны жаңа Джаннатул Бақи мазарлығы бар ғой, Мәдинада пайғамбарымыздың мешітінің қасындағы. Сол мазарлыққа алғашқы жерленген жаңа сахаба болды. Хазірет Осман Хафса анамыздың көкесі, нағашы көкесі. Соның қасына Хунейсті де соның қасына жерлеңдер деді. Екеуінің қазір негізі жатқан жері қатарлас, көршілес болып жатыр. Сол Джаннатул Бақида. Сөйтіп алғашқы осы соғыста қайтыс болмаса да күйеуі, бірақ соғыстан жарақат алып, содан ары қарай Мәдинаға келген кезде алғашқы қайтыс болған сахабалардың біреуі екендігі айтылады. Хунейс қайтыс болғаннан кейін әрине Хафса анамыз жесір қалды. Жесір қалған кездері сол қарасаңыз 22-23 жастарында жап-жас күйінде жесір қалды. Ары қарай бізге бәрімізге енді көпшілігіміз білетін оқиға Хазіреті Омар өзінің қызына күйеу іздеді ары қарай. Осы жерден ұстаз Омар радиаллаху анхудың жаңа хижрет жасаған кездегі мінезін айтып жатырсыз ғой, денем түршігіп жатыр да тыңдапшы. Жасырын көшіп кетсе де болар еді. Ислам дінін қазір тарқату керек әрі қарай Мәдинада, дұрыс па? Бірақ ол өзінің тұлғалық бір мінезін көрсетіп, маған ешкім қарсы шыға алмайды деп отбасына сондай бір қорған болып шыққаны. Осы жерде бірден ең алғашқы қызы, сол қызының мінезі де сол әкесіне тартқан ау деп отырмын да. Жалпы тарихта біз солай танимыз ғой. Осы жерде енді Хафса анамыздың маған да, жалпы осы жерде көрермендерге де қызығы да сол шығар. Сол анамыздың осы қатты мінезі кемшілік пе, әлде ол керісінше артықшылығы ма? Хафса анамыздың мінезі тік мінезді болған, жаңа әкесіне ұқсаған деп айтады ғой. Хазіреті Омарға ең көп ұқсаған балаларының арасында сол мінез
жағынан Хафса анамыз болды деп айтады. Тіпті Хазіреті Айша анамыз радиаллаху анха оны суреттеген кезде бинту абиха, әкесінің қызы деп солай суреттеген екен. Қазір мүмкін оған тағы да оралармыз, себебі бұл жерде тек қана оның ұқсастық жағы емес, бұл бір артықшылық жағынан да айтқан негізі. Себебі арабтарда сондай сөз бар, бинту абиха десе, бұл бинту абиха, яғни әкесінің қызы деген, мысалы Хазіреті Айша анамызға да айтылған. Ол Әбу Бәкірдің қызы болды ғой. Сондықтан Айша анамызға да айтылған, Фатима анамызға да айтылған, бинту абиха деп, әкесінің қызы деп, пайғамбарымыздың қызы Фатима анамызға да арналып айтылған. Сондай бинту абиха деп айтылған сөздердің біреуі Хафса анамызға да айтылған. Және оны кім айтқан? Көбінесе Хазіреті Айша анамыз айтқан екен. Бұл жерден жаңағы осы Хазіреті Айша анамыз бен Хафса анамыздың арасындағы достықты осыларды жақсы ұғынуымызға болады біздің. Бірақ енді шынында Айша анамыздың осы сөзінен Хафса анамыздың әкесіне ұқсағандығын да көреміз. Мінез жағынан бұл Хафса анамыздың бұл тік мінезділігі болды шынында. Және тура сөзділігі болды. Мысалы, сөзді ойына не келіп тұрса, соны жасырмай айтып қалуға тырысатын. Екі сөйлемейтін, барынша ақиқатты, шындықты айтуға тырысатын. Мысалы, өздерінің кейбір жағдайларын жасырып қалуға болатын жағдайда Айша анамыз мынандай бір қызық оқиғаны баяндайды. Бір күні дейді Мәдинада ол кезеңде Хафса анамыз да пайғамбарымыздың жұбайы, Айша анамыз да пайғамбарымыздың жұбайы, бірақ екеуі көрші тұрады, әрбір жағынан құрбы, екеуі дос болғаннан кейін бірге алғаш сол ораза туралы аяттар түскен кезінде оразаның парыз болғандығы айтылғанда, бірақ нәпіл оразаларда олар ұстайтын. Сол бір күні біз өте көп жағдайда аш қалатынбыз дейді. Енді Мәдинаның алғашқы жылдары ашаршылық жылдары. Көп аш қалатынбыз, сол кезеңде біз көбінесе ораза ұстайтынбыз дейді. Және оразанда екеуі бірге ұстайды екен, екі құрбы бірге ораза ұстап, бір-біріне қолдау көрсетеді екен. Сондай ораза ұстап жүрген бір күнінде дейді, соншалықты қатты ашыққанымыз соншалық дейді, алдымызға бір сондай дәмді тамақ келді дейді. Енді олар қанша күннен бері, өзіңіз ойлап көріңіз, қанша күннен бері дәмауыз тимеген, ашық қалған күйде оразаларын жалғастыра берген ғой. Шамалы ғана бір нәрсені қорек етеді, бұл ары қарай тағы да ораза ұстап кетеді. Себебі бәрі күндіз жейтін еш нәрсе жоқ, сондықтан одан да біз нәпіл оразамызды ұстай берейік деп, солай ораза ұстап жүрген. Бір күні алдымызға сондай бір дәмді тамақ келді дейді. Екеуміз де өз-өзіміз ұстай алмадық та, оразамызды ашып жібердік дейді. Ана тамақтан жеп қойдық дейді. Сосын енді не істейміз деп уайымдадық дейді. Енді мынау ораза туралы аяттар, үкімдер енді айтылып жатқан кезде олар нәпіл ораза осылай бұзылып кетсе қалай болатынын білмеген ғой. Сондықтан енді не істейміз деп тамақ жеп болғаннан кейін барып уайымдай бастадық дейді. Уайымдай бастадық. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам келсе, бұны қалай айтамыз, мүмкін айтпай-ақ қояйық па деген өздерінің іштерінде сондай бір ойлар болыпты да. Себебі нәпіл оразаны бұзуға болатын ол кезеңде әлі хабарлары жоқ. Бірақ дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұмыстарын бітіріп үйге қарай келе жатқанын көрген кезінде дейді, Хафса өз-өзін ұстай алмады дейді, жүгіріп алдынан шықты да, я Расулаллах, біз оразамызды бұзып қойдық деп айтты дейді. Яғни жаңағы сөзді жасырмайтын, еш нәрсесін жасырмайтын, бірден айтатын сондай бір әйел мінезі бар. Шындықты да, ақиқатты да тіке айтатын сондай бір мінезі бар. Сонда жаңағы Айша анамыз айтады да, жүгіріп барып соны айтқан кезде дейді, Айша анамыз да өзі де таң қалып қалған ғой, қалай қорықпай айтқандығына. Бірақ сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтыпты, еш нәрсе етпейді. Яғни нәпіл оразаны бұзуға болатындығын біз осы оқиғадан білеміз да, үкімі де негізі осы оқиғадан шығады. Еш нәрсе етпейді, кейін басқа бір күні қазасын өтей саласыңдар деп айтады дейді. Міне осындай ойында еш нәрсені бүркемелеп қалмайтын, еш нәрсені жасырмайтын, сондай шындықты, ақиқатты дереу айтқысы келетін, сондай ақиқатқа жаны жақ деп айтамыз ғой, жаны құмар, сондай бір әйел болды, және мінезі де тік әйел болды. Мінезі, бұл тік мінезді болғаны, бір енді қатты бір қиын мінезді деп те айтуға келмейді негізі. Себебі Хафса анамыз осы тік мінезділігін әрдайым басқара білді. Оның тік мінезділігі қатты үлкен бір отбасылық өмірін қиындататын, немесе қасындағы адамдармен қарым-қатынасын қиындататын сондай бір жағдайға айналып кеткен жоқ. Қазір енді біз осы жерде әйелдерге де айтуымызға болады.
адамда кейде туа біткен мінез болады. Иә. Тік мінез болуы мүмкін, қиындау мінез болуы мүмкін, шатақтау мінез болуы мүмкін. Сіз қандай мінездесіз? Немесе бала кезіңізден сондай нәрсеге кішкене тәрбиеленіп қалған шығарсыз. Иә, айналаңызда адамдарды сондай мінезді болып, сіз де сол мінезге дағдыланып қалған шығарсыз. Иә. Бірақ Хафса анамыздың біз осы жерде бір үлкен бір мәселесін көреміз. Мінезі сондай болып тұрса да, менің мінезім осы, енді осыған шыдаңдар деген жоқ. Ол сол мінезін басқара білді. Дер кезінде сол мінезімен туындаған бір ашуы, реніші, немесе басқа да эмоциялар болса да, сол эмоцияларын дер кезінде басып, өзі контроль жасай алатындай санада болды. Сондықтан иә, Алла тағала бізді әртүрлі мінез құлықта жаратуы мүмкін, бірақ біз Алла тағаланың берген мінез құлқының өзін сынақ ретінде қарауымыз керек та. Оны дұрыс орында, дұрыс жағдайда қолдана білуіміз, немесе дұрыс емес жағдайға қарай кетіп бара жатса, дереу оны дұрыс жаққа қарай бағыттай білуіміз керек. Хафса анамызды мысалы қарасаңыздар, сол кезеңде пайғамбарымызбен отасқан кезін қазір оқиғасын бір айтармыз. Пайғамбарымызбен отасты, мысалы сол отасқан кездерінде 22 жастарында болды. 22-23 жастағы қыз әлі жап-жас қыз, жап-жас келіншек деп айтуымызға болады. Бірақ сол жастығына қарамастан өзінің осындай берілген жаңағы тік мінезін барлық жерде көрсеткен жоқ. Барынша оны дұрыс бағытта ұстап, тіпті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ақыретте де жұбайы болатын дәрежеге жетті. Субханалла. Көрдіңіз бе? Қазір мысалы кейбір қыз келіншектеріміз осы өзіндегі қиын мінезге байланысты отбасымен үйлесім таба алмай, отбасындағы өмірін дұрыстай алмай, сол үшін мінезін дұрыстай алмағандықтан ажырасу, немесе ата-енесімен сыйыспау, туған туысқанмен сыйыспау, тіпті кейбір қыздарымыз өзінің туған ата-анасымен сыйыспай, туған бауырларымен сыйыспай жататын жағдайлар бар. Ал Хафса анамызға Алла тағала сондай мінез құлық берді, бірақ ол сол мінез құлықпен жәннатта пайғамбарымыздың да жұбайы болатын дәрежені өзіне ала алды. Сондықтан бұл жерде бұл оның мінезі бір кемшілік деп қарамауымыз керек. Қайта керісінше ол мінез оған сондай сынақ болса да, бірақ сол сынақтан өте жақсы өткен Хафса анамыз ары қарай оны өте жақсы дәрежеге алып келе алды. Яғни кемшілік пе, артықшылық па өзіміз таңдаймыз ғой. Иә, мысалы кейбір қыз келіншектер айтуы мүмкін ғой, менің мінезім тік, мен ішімде бәрін айта салам, немесе менің осы мінезім тік, мен қалай айтам солай бармын, маған көнсеңдер көндіңдер, көнбесеңдер қоя қойыңдар деген секілді кейбір мәселелерді айтуы мүмкін. Немесе мынандай да жағдай болуы мүмкін да, жаңа бұл менің, кейбіреулер соны бұл менің артықшылығым деп те көруі мүмкін. Тік мінезді болуы. Бірақ тік мінез қай уақытта артықшылық болады, сіз оны дұрыс бағытта қолдана алғанда артықшылық болады. Әйтпесе қасыңыздағы адамдардың көңілін қалдырып, қасыңыздағы адамдардың ой пікірмен санаспай, кісі ақысына кіретіндей жағдайлар болып жатса, әрине ол перғауындық мінез құлыққа айналып кетеді. Сондықтан біз перғауындық мінез құлықтан арылып, оны Хафса анамыз секілді жақсы бағытқа бағыттай білуіміз керек. Керемет ұстаз, мынау қазіргі әңгімеміз біздің қазақ қоғамындағы біздің ерке қазақ қыздарына да өте жақсы болған секілді. Дәл мына өзім тыңдап дәріс алып отырмын. Жаңағы бинт әбиха деп жатырмыз ғой енді. Бізде қазақ қыздар әкемнің қызымын деп көп айтамыз ғой. Әкеміз бізді қорғаштайды, сол әкеме барып айта саламын деген секілді нәрсені кішкентай кезінен біз сіңіріп өсеміз да. Тіпті тұрмыс құрғаннан кейін де қыздар соны айтады бәрібір. Мен әкемнің қызымын, маған әкем бетіме қарап үйтіп сөйлемеген, сен неге сөйлейсің деген секілді, бірақ бұл нәрсені енді Хафса анамыз осындай Омар радиаллаху анхудай әкесі болса да мінезін өте орынды қолданғаны бұл даналық қой. Жас болса да бас болып қолданған даналық. Енді ұстаз, ең бір қызық дүние, осы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі. Сондай бір енді әлемдегі жалғыз кемел идеал дейміз ғой адам, оның жары. Ол кісі әйел ретінде Хафса радиаллаху анханың осындай тік мінезіне қалай қараған? Хафса анамыздың пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам отасуда, онымен үйленуде қызық жағдай. Жаңағы күйеуі Хунейс қайтыс болғаннан кейін
тура сол бәдір шайқасынан оралған кезінде мұсылмандар сондай бір қуанышпен оралған кезде бірақ бір қайғылы хабарды да естиді. Бұл қайғылы хабар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам үлкен қызы Руқия. Ол кезде Хазіреті Османның жұбайы еді. Сол Руқия пайғамбарымыз сахабалармен бірге бәдір шайқасына шығып кеткен кезінде ол Мәдинада науқастанып жатқан еді. Сол науқастығына байланысты Хазіреті Османды да пайғамбарымыз бәдір шайқасына алмайды қасына. Сен жұбайыңа қарайлы, үйде қал деп Мәдинаға қалдырып кетеді. Бір жағынан ол Мәдинаның басшысы ретінде де қалады пайғамбарымыздың орнына. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа сахабалармен бірге бәдірде сондай бір жеңіске жетіп қуанышпен оралып келе жатқан кезінде қайғылы хабарды да естиді. Руқия анамыз қайтыс болады сол науқастықтан. Енді біраз уақыттан кейін Хафса анамыздың күйеуі де қайтыс болады ғой. Сосын Хазірет Омар радиаллаху анху Хафса анамыздың ғиддаты біткеннен кейін, ғиддат деген жаңағы күйеуі қайтыс болғаннан кейін 4 ай 10 күн әйел күту керек. Басқа ешкімге тұрмысқа шығуына болмайды, тұрмыс туралы сөз де қозғамау керек. Сол 4 ай 10 күн уақыт өткеннен кейін Хазірет Омар радиаллаху анху онда ойлана бастайды. Мен қызым жесір қалды, жап-жас күйде. Әлі баласы да болмаған. Хунейстен де бала көрмеген тұғын. Бала тумады, баласы жоқ, жалғыз өзі жесір қалды. Ал енді мына жақтан қарайды, Хазіреті Осман радиаллаху анху оның да, ол да жас, оның да әйелі жақында қайтыс болды, ол да жаңағы әйелсіз қалды. Енді менің қызыма осы ең дұрысы, лайығы Осман шығар деп ойлайды. Сөйтіп Осман радиаллаху анху бір жағынан олар өте пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға әрдайым жақын жүргеннен кейін, ең жақын сахабалар болғаннан кейін, олар өздері де бір-бірін жақын тұтатын, бір-бірін дос көретін, сондай жақын достар болып саналатын. Бір жағынан жақын досым, сөзім өтеді деді. Және менің қызым жап-жас, әдемі, өзі Омардың қызы болып тұр бір жағынан әлі бала да жоқ қолының құшағында. Сондықтан осы Османға мен қызым лайық болатын шығар, Османға мен айтып көрейін дейді ғой. Сөйтіп Хазірет Османға радиаллаху анхуға келеді. Келгенде жаңа мешітте Хазірет Осман радиаллаху анху намаз оқып жатқан дейді. Соны күтіп отырады. Намазын бітіргеннен кейін айтады: мен саған осындай бір бұйымтаймен келдім. Менің қызымды білесің, осындай жесір қалды. Мен қызымды осындай бір бақытты болатын, жақсы бір отбасы құрғанын қалайын деп әкелік мейіріммен. Қазір енді осыны әкелерге де айтуға болады. Әрдайым қыздарын негізі ойлау керек қой, қыздың бақытын ойлау керек. Қыз нәзік, оны жан жақтан біз қолдауымыз керек қыздарды. Әсіресе әкелері бірінші орында қорған болу керек. Сөйтіп қызының бақытын ойлап Хазірет Османға осындай ұсыныспен келеді. Бірақ Хазірет Осман сол жерде айтады: мен біраз ойланып көрейін дейді. Бірнеше күн күтеді, жауап болмайды. Қайтадан барады Хазірет Османға. Хазірет Османның жауабын сұрайды. Сол кезде Хазірет Осман айтады: мен қазір қайта үйлену ойым жоқ дейді, ниетім жоқ ондай дейді. Көңіл түсіп қалады Хазірет Омардың радиаллаху анху. Сөйтеді, тағы да екінші жақын досы Хазірет Әбу Бәкірге барады. Хазірет Әбу Бәкірге барып айтады: Османға қызымды ұсынып едім, бірақ ол қабыл алмады дейді. Сен менің жағдайымды өте жақсы білесің дейді. Қызым үшін қалай шырылдайтынымды білесің дейді. Хафсаны мүмкін сен алсаң, саған берсем, ұзатсам дейді. Сол кезде Хазірет Әбу Бәкір үндемейді. Хазірет Османнан жаңағыдай жауап алды. Хазірет Әбу Бәкір үндемеді. Сол кезеңде Хазірет Омардың көңілі одан сайын түсіп кетеді да, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға барып, жаңа іштегі кішкене бір мұңын бөліскісі келеді ғой пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам. Себебі қасындағы өте жақын достарынан сондай бір ойламаған жерден олар ойлады, ол Хазірет Омар ойлады: енді мен жақын досым болғаннан кейін сөзімді кері қайтармайды деп, бетімді кері қайтармайды деп, қуана қабыл алатын шығар деп ойлаған. Ал бірақ жағдай солай болып қалды. Хазірет пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға барып, сол жағдайын Хазірет Османды айтып жатқан кезінде пайғамбарымыз бірден: Омар дейді, жай дейді да, жай дейді, аптықпа. Саған Хазірет Османға Алла тағала сенің қызыңнан да қайырлы біреуді нәсіп етеді, сенің қызыңа да Хазірет Османнан қайырлы біреуді нәсіп етеді дейді.
ғайыптан келген мейірім атты кітабымыз қазақ еліндегі бүкіл қыз келіншектерге арналады. Қыз балаларымыз бұл жерде отбасы құруға дайындықты осы кітап арқылы үйренуіне болады. Қалай дұрыс жар таңдау мәселелері осы жерде қамтылған. Сонымен қатар келіншектерге де отбасылы болған жағдайларында барлық мәселелерін шешуге көмектесетін бірден бір кітап деп айтуымызға болады. Бұл жерде қыз келіншектердің күйеуімен қарым-қатынас мәселелерін қалай дұрыстауына болады, ата-енемен мәселелерін қалай дұрыстауына болады, бала тәрбиесін қалай етсе дұрыс жүргізуге болады, және өзінің үйіндегі материалдық рухани жағдайлардың бәрін қалай реттеуге болады. Осының бәрі біздің осы ғайыптан келген мейірім атты кітабымызда қамтылған. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі описаниядағы сілтемеге өтіп тапсырыс берулеріңізге болады. Сөйтеді, артынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сен қызыңа мен құда түсейін дейді. Хазірет Осман жерде іздеген жаңа көкте тапқандай болады. Сонда бір қуанышқа бірден қуанышты хабарды естіген кезде бірден қуанып кеткеннен жаңа тәкбір айтады дейді. Аллаху акбар деп. Сөйтіп сыртқа қарай шығады. Аллаху акбар, мен қызым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі менің қызыма құда түсіп жатыр деп, қызымды сұрап жатыр деп. Сонда жолда жаңа Әбу Бәкір кездесіп қалған кезде Әбу Бәкір айтады дейді, көрдің ғой мен не үшін үндемегенімді деп. Себебі оның алдында Хазіреті жаңа пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әрдайым сырласы болды Хазіреті Әбу Бәкір. Сол бір әңгіме барысында жаңа пайғамбарымыз Хафса анамыз да уайымдаған ғой, енді жастай күйеуі қайтыс болды. Хазірет Омар өздерінің жақын досы, Хазірет Омарды ойлап тұр. Сөйтіп айтады, пайғамбарымыз айтқан екен да, Хазірет Омардың да мынау досымыз жағдайы мынандай болып тұр, қызы мынандай болып тұр, соның қызына мен құда түссем бе екен деген сондай бір әңгімесін естіп қалғаннан кейін Хазірет Әбу Бәкір соны күтіп үндемей қалады. Бірақ айтайын десе де досының сырын паш еткісі келмейді, сонымен үндемеген екен. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хафса анамызға үйленеді. Бұл сол хижраның 3-ші жылы деп айтады. Хижраның 3-ші жылы қарасаңыз Шабан айында. Қазір біз Шабан айында отырмыз ғой. Шабан айы негізі Хафса анамыздың айы болған деп айтуымызға болады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға адамзаттың ең асылына тұрмысқа шықты Шабан айында. Кейін Шабан айында да қайтыс болды. Хижраның 40-шы жылы Шабан айында қайтыс болғандығы айтылады. Және оны мазарға қойып жатқанда өзінің туған інісі жаңа Абдулла ибн Омар радиаллаху анху мазарға қойып жатқанда айтқан сөз бар. Әпкетайым пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға бізден сәлем айта бар деп. Яғни қайтадан пайғамбарымызға қауышқан уақыты да Шабан айы болды деп айтуымызға болады. Яғни өмірі Шабан айы Хафса анамыздың айы. Қазір біз Шабан айында отырмыз. Бұны да бір еске алып кетсек, бізге нұр үстіне нұр. Шабан айы қандай тарихи оқиғалар болғанын осыдан біз қарауымызға болады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне алып келді Хафса анамызды. Бір риуаяттарда 400 дирхам мәһр бергендігі айтылады. Бір риуаяттарда мүлде мәһр бермегендігі де айтылады. Енді қандай жағдай болса да, бір Хафса анамыз бұл некеге өзі де өте қуанышты еді, әкесі де өте қуанышты еді. Пайғамбарымыз алып келген кезінде пайғамбарымыздың шаңырағында Сәуда анамыз бар еді, және Айша анамыз бар еді. Хафса анамызға да сол өздерінің Сәуда анамыз бен Айша анамыздың бөлмесінен жақын жерден оған да бөлме жасатты. Қазір негізі пайғамбарымыздың Мәдинада саллаллаху алейхи вассаламның жатқан жері бар ғой, жаңа жасыл күмбез болған жер, Мәдина мешітіндегі мазары. Сол жерде сол мазарға сәлемдесу үшін Бәбу Сәлам деген есігі бар. Сол Бәбу Сәламның есігінің кірген жері сол Хафса анамыздың үйі болған жер дейді. Кейіннен ол жерге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның қасына Әбу Бәкір де жерленгеннен кейін тіпті Хафса анамыз сол өзінің бөлмесіне, енді мазарға өте жақын болып тұр ғой, сол жерге тіпті орамалсыз кірмейтін болған дейді. Әбу Бәкір радиаллаху анху жерленгеннен кейін. Бірақ кейін Хазірет Омар радиаллаху анху өзі халифа болып тұрған кезінде Хафса анамыздан сол жерді алып, ана мешітті үлкейту үшін Хафса анамыздың бөлмесінде сол мешітке қосады дейді. Жаңағы пайғамбарымыздың мазарында үлкейтеді, бір жағынан мешітті де үлкейтеді. Хафса анамыздың сол бөлмесін алған дейді. Бірақ бөлмесі қазіргі Дарус-Сәлам есігінен кірген жердегі сол жерде дейді. Яғни бөлмелері бір-біріне өте жақын болады. Сәуда анамыз, Айша анамыз, Хафса анамыз бұлар бір-бірімен өте жақсы дос болады, құрбы болады. Айша анамызбен жасы да сәйкестеу келетін олардың. Сондықтан екеуі жақсы бір-бірін түсініседі. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жаңағы
сондай отбасында мінезі тік бір әйел келсе де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның сол тік мінезіне қарап кейде соның көңілін табуға тырысатын, көңілін бірақ әрдайым бірінші орында пайғамбарымызда жүре бермейтін, әрине бірінші орында кейде Хафса анамызда қадам басатын, сол отбасының барлық берекесін сақтау үшін, шырқын бұзбау үшін Хафса анамызда да өте үлкен еңбектер болды. Пайғамбарымызда Хафса анамызды сол күйінде қабылдап, Хафса анамыздың сол жағдайларына әрдайым жұмсақтық танытатын. Кейде енді бір сондай жағдайлар болды, Хафса анамызға бір ренжіген кезі де болды. Бұл ренжіген кезі Хафса анамызға бір сыр береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол сыр берген кезінде Хафса анамыз пайғамбарымыздың оған басқа жұбайларына емес, өзіне сол сырды бергеніне қатты қуанып кетеді да. Ішінде бір масаттану пайда болады, бір қуану сондай пайда болады. Оны Айша анамыз дереу сезе қояды. Айша анамыз өте ақылды әйел болған ғой негізі. Дереу сезе қояды, қарайды, Хафса анамыздың көзі жайнапты, жүзінде қуаныш бар. Не болды деп былай шығады, былай шығады. Сөйтеді да, Хафса анамыздан бір күні ол сырды біліп алады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хафса анамызға ол сырды айтпа деген. Бір жағынан кейбір нелер айтады да, тәфсиршілер. Бұл Тахрим сүресінде 3-ші аятында осы мәселелер айтылады, 3-ші, 4-ші аржанда басындағы аяттарда осы мәселелер айтылады. Сонда тәфсиршілер айтады, бір жағынан Хафса анамыз ол сырды айтып жатқан кезінде дейді Айша анамызға өзінің пайғамбарымызға қаншалықты жақын екенін, оның сүйікті жар екендігін білдіру үшін де айтып қойды дейді да. Мұны көрдің ба, маған пайғамбарымыз осы сырды берді деген секілді. Бәрі әйелдік бір не ғой. Бәрі адамда біздің бәрібір әлсіз жақтарымыз бар ғой негізі. Әлсіз жақтарымыз, біз әрдайым тек бір күшті болып жүре алмаймыз. Оны да әрдайым есімізде болу керек, және күйеулеріміздің де есінде болу керек. Біз әрдайым пештей секілді жүре алмаймыз. Біздің де кемшіліктеріміз бар, біздің де әлсіз жақтарымыз бар. Әлсіз жақтарымыз сыртқа шығады, бірақ жаңа Тахрим сүресінде тәубе еткен екеуі тәубе етті. Яғни екі әйел бұл оқиғаға қатысып тұрған. Біреуі кейін бұны сахабалар Хазіреті Омардан осы аят туралы осы жерде тәубе еткен екеуі деп кімдер деп сұраған кезде, бұл менің қызым Хафса мен Әбу Бәкірдің қызы Айша деп айтады. Яғни осы оқиғадан кейін екеуі де тәубе жасайды. Демек біз әлсіз жағымыз бар, қателіктеріміз бар. Ең бастысы Алла тағаланың бізден қалайтыны, сендер әлсіз болмаңдар, қателіксіз болмаңдар емес, тәубе ете біліңдер. Қателіктеріңді дер кезінде түсіне біліңдер. Қателіктен дер кезінде қайта оралыңдар деген мәселе. Сонда жаңағы Хафса анамыз сол сырды, Айша анамыз былай шығады біліп қояды ғой. Сырды айтып қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған қатты кішкене ренжиді. Сөйтіп ренжіп Хафса анамызға келіп айтады. Енді бастап айтып жатқанда Хафса анамыз айтады, бұны саған Айшаға айтып қойды ма дейді. Себебі өзі тек қана Айша анамызға айтқан ғой. Сонда пайғамбарымыз айтады, жоқ, маған бұны Жибрейіл келіп айтты дейді. Алладан аят келді, Жибрейіл келіпті дейді. Сөйтіп Хафса анамызға бір осы жерде риджи талақтың біреуін берген дейді. Тарихқа қатты ренжігеннен. Сөйтіп риджи талақты береді. Бұны Хазіреті Омар радиаллаху анху естиді. Сөйтіп Хазіреті Омар радиаллаху анху қызына келеді. Қызына келіп жаңағы риджи талақтың болғанын естиді. Риджи талақты сәл түсіндіре кетсеңіз. Риджи талақ дегеніміз негізі талақ 3 мәрте айтылады ғой. Үшінші айтылған кезде ол категорически уже талақ болады. Ол ерлі-зайыптылардың арасы толығымен үзіледі. Неке жойылады. Ал риджи талақ дегеніміз, егер сол 3-ші талаққа дейінгі бірінші немесе 2-ші мәрте айтылса, ол қайта оралу мүмкіншіліктері бар. Яғни неке шынжыры 3 шынжырмен байланған болса, соның 1-ші шынжыры үзілді, немесе 2-ші шынжыры үзілді, бірақ әлі 3-ші шынжырмен байланып тұр деген сөз. Толық неке жойылған жоқ. Соны риджи талақ дейміз, яғни қайта оралу мүмкіншілігі бар талақ дегеніміз. Яғни ол бір талақ айтқанмен де олардың арасында неке жойылған жоқ. Осындай бір жағдай. Сондай жағдай болып, бірақ сол жағдайда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға, мысалы Хафса анамыз тәубе жасайды, қанша күн жылайды, өкінеді осы жағдайына. Сол кезеңде Жибрейіл періште пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға Хафса анамызды қайта өзіңе жұбайлыққа ал дейді. Яғни некеңді толық үзбе, оны жұбайлыққа ал. Себебі Хафса
бұл қауама сауама дейді. Ол әрдайым намаз оқитын әйел, әрдайым ораза ұстайтын әйел дейді. Тіпті ол сенің жәннатта да жұбайың болады дейді. Сол сөзден кейін, Жебірейіл алейхиссаламның сол сөзінен кейін пайғамбарымыз Хафса анамызды қайтадан ары қарай жұбайлық өмірін жалғастырады. Ұстаз, енді жаңадан бері Айша анамыз бен Хафса анамыздың мәмілесі жайында айтып жатырсыз ғой. Енді осы жердегі көрермен де бәрібір қыз балалар ойланатын шығар. Бұл жерде бірнеше әйел, пайғамбарымыздың, олар жақсы мәміледе болып жатыр. Сондай бір достық мәміледе. Бірақ та бәрібір де Хафса анамыздың өзінің бір масаттанған жерінде айта кеттіңіз. Бәрі біз әйел болған соң табиғатымызда қызғаныш бар. Дұрыс па? Енді сіздің алдында кітабыңызды оқыдым, ұстаз, ғайыптан келген мейірім атты кітабыңызды. Сол жерде әйел адамның табиғаты жайлы өте жақсы ашқансыз. Сол кітабыңыз жайында айта кетсеңіз, осыған орай, және де сол жерде не айтылған? Иә, біздің осы соңғы шыққан кітабымыз ғайыптан келген мейірім, отбасында бақытты болуды қалайтын әйелдерге арналған деп толығымен біз отбасылық мәселелерді реттеуде әйелдерге арналған осындай бір кітап жазғанбыз. Осы кітапта жаңа өзіңіз айтқандай, шынында әйелдердің бойында әртүрлі кемшіліктер бар, әлсіздіктер бар. Соның бірі мысалы қызғаныш мәселесі. Сондай эмоцияларын қалай ресурсқа айналдыруға болады әйел адам. Осы мәселесін біз осы кітапта жаздық. Себебі әйелдің бойындағы кемшілік ол әйел жаман өмір сүрсін деп берілмеген. Немесе бойындағы бар кейбір мінез құлқындағы жағдайлар, олар әйел қайта керісінше оны бір ресурсқа айналдыратын болса, онда әйелдің өмірі сол арқылы да бір көркем өмірге айналады. Ғайыптан келген мейірім атты кітабымызда біз осы мәселелерге толық тоқталдық. Машалла, ұстаз. Ал енді бұл сіздің екінші басылым. Бұл екінші басылым шығып отыр. Бірінші басылым толығымен өтіп кетті. Ханымдарымыздың қолына тиді. Енді екінші басылым тағы да алмаған ханымдар болатын болса, осы екінші басылымнан біз шығарып отырмыз. Алған ханымдар болса білет, біздің мұқабасы басқаша болған етін, мен оқыған кітапта басқаша етін, мынау басқаша мұқабамен шыққан екен. Ауыстырып отырмыз. Керемет. Бірақ ішкі мазмұны сол. Машалла. Енді осы жерде ұстаз, қызғаныш күнә ма? Осы жағын айта кетсеңіз. Негізі қызғаныш сезім тек қана ер кісілерде емес, ол әйелдерде де бар. Бәрімізде қызғаныш бар негізі. Әрине. Біз Алла тағала бәріміз солай қылып жаратқан ғой. Бәрімізде қалай ашу бар, ашуланатын жеріміз де бар, ренжитін де жеріміз бар. Сол секілді біздің қызғанатын да жеріміз бар. Қызғанышты енді Алла тағала біздің бойымызға неге берген дейтін болса, бұл мәселеде біз қызғанышта бойымыздағы бар осы сезімді де біз сынақ ретінде қабылдап, оны сонымен дұрыс өмір сүре білуге үйренуіміз керек, жаттығуымыз керек. Ал енді оны қалай дейтін болсақ, біз жаңа Хафса анамыздың өмірінен өте жақсы көруімізге болады. Хафса анамыз бен осы Айша анамыздың арасында осындай бір мәселе өтті. Бір күні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бір риуаяттарда келеді, сол Зейнеп бинт Жахш жұбайы. Зейнеп бинт Жахш анамыздың үйінде көбірек кідіріп қалатынын байқайды. Хафса анамыз да байқайды оны, Айша анамыз да байқайды. Сосын Айша анамыз жайлап зерттей бастайды. Неліктен ол үйде көбірек кідіріп қалады деп. Сөйтсе, Зейнеп бинт Жахш анамызға туған туысқандары жаңа бір бал жібереді екен. Сол пайғамбарымыз да балды жақсы көрген. Саллаллаху алейхи вассалам. Сол балды пайғамбарымыз келетін кезінде Зейнеп анамыз пайғамбарымыздың сол балды жақсы көретінін біліп, соған сақтап қойып, сол балдан шәрбат жасайды, ішетін, сусын. Мәдинаның өте ыстық кездері, күн өте ыстық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Зейнеп анамыздың үйіне келіп, сол шәрбаттан ішіп, сондай өзінің ыстығын басып, кішкене салқындап, сол жерде біраз кідіріп қалады екен. Зейнеп анамызда пайғамбарымыз өзінің үйінде шамалы кідіргенін қалап, жаңа шәрбатты әзірлеуін кішкене баяулатады екен, оны ұсынып беруін баяулатады екен. Соны пайғамбарымыз шәрбатты күтіп отырғанда шамалы сол жерде қалып кетеді, үйде біраз қалады. Оны байқаған аналарымыз өзара былай келіседі. Бір-бірімізге дейді, айтайық дейді, үйімізге келгенде сенен жаңа бір сол кезеңдегі махфиран деген бір шөп, соның иісі шығып тұр деп. Анаған барса да солай айтайық, бұнаған барса да солай айтайық. Пайғамбарымыз ол балдан басқа еш нәрсені аузына салмағандықтан, демек балдан болып жатыр деп, солай ойласын деп, солай өзара келіседі. Бір жағынан шамалы жаңа Зейнеп анамыздың үйінде ұзақтау кідіріп қалғанына солай бір қызғаныштарын.
көрсеткісі келеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сәуда анамыздың үйіне кірсе, Сәуда анамыз айтады, сенен сол шөптің иісі шығып тұр дейді. Пайғамбарымыз айтады, ол шөптің иісі шығатынын пайғамбарымыз біліп, ол шөптен жаңағы тамаққа қосса да одан алмайды екен да. Себебі пайғамбарымыз иіске қатты мән берген ғой. Өте әрдайым өзінен хош иістің шығып тұрғанын қалаған. Тіпті ана бір хадис бар ғой, маған сендердің осы әлемдеріңнен 3 нәрсе жақсы көргізілді деп. Біреуі хош иіс деп айтады. Сол әрдайым хош иісті жақсы көрген да пайғамбарымыз. Сондықтан да шамал мысалы сарымсақты онша жақтырмаған, оны көп алмаған, сондай иісі жағымсыздау болатын нәрселерді онша көп алмаған. Сол Сәуда анамыз айтады, сізден сондай бір иіс шығып тұр дейді. Алла елшісі айтады, мен оны дәмауыз тимедім, мен тек қана бал ғана жедім дейді. Сөйтсе Сәуда анамыз айтады, демек сол балды жасаған аралар сол шөптің гүлінен жаңағы уызынан алған ғой дейді. Ойланып қалады пайғамбарымыз. Сөйтіп Хафса анамыздың үйіне келеді. Хафса анамыз да айтады, сізден сол бір шөптің иісі шығып тұр. Жоқ, олай емес. Айша анамыздың үйіне келеді, ол да солай айтады. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, демек мен Зейнептің беріп жатқан балынан бұдан кейін менен сондай иіс шығатын болса, онда мен алмайын дейді. Сөйтіп өзіне өзі сол балды тыйым салады ғой. Сол кезеңде жаңа Тахрим сүресіндегі аят келеді. Алла тағаланың адал екенін сен жұбайларының көңілінен шығу үшін өзіңе харам етесің бе деген мағынадағы жаңа аят келген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезеңде кішкене әйелдеріне ренжіген жағдайы бар. Тіпті осы мәселеден біз мына жағдайды көруімізге болады. Демек, әйелдерде де қызғаныш болады. Ол қызғаныш кейде бізге сыртқа қарай шығып кетуі мүмкін. Бірақ қандай жағдай болса да, шығып кетіп жатса да, бірақ ол біздің өмірімізді қиындыққа алып келмеу керек. Және отбасылық өмірімізде сол үшін бұзылатындай, сол үшін ерлі-зайыптылардың арасында қарым-қатынас бұзылатындай жағдайға алып келмеу керек. Яғни біз қызғанышты да орнымен болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы сол Тахрим сүресіндегі аяттарда одан кейін әйелдердің тәубе еткендігі айтылады. Тіпті кейбір риуаяттарда осы Тахрим оқиғасынан кейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әйелдерінен бір айға бөлек неге кеткенін айтады. Мешіттің ішінен өзі бөлек шатыр тіктіреді. Сөйтіп бір ай әйелдеріме жақындамаймын деп өзі оңашаланады. Бұл оқиға сахабаларға қалай жетеді? Сахабалар ойлап қалады, мен бөлек шатыр құрып, мен енді әйелдеріме жақындамаймын, өзім бөлек тұрамын деп шатыр құрғызған кезінде, демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдерін талақ етті деп деген оқиға. Сонда әңгіме тарай бастайды. Бұны біз Бұхарида келетін риуаяттарда тіпті Хазіреті Омардың радиаллаху анхудың өзінің аузынан естиміз да бұл оқиғаны. Хазіреті Омар былай деп айтады, менің үйім Мәдинада мешіттен шамал алыстау еді дейді. Бір күні көршіміз екеуміз келістік дейді. Күніге 5 уақыт намазға кезектесіп баратын болдық дейді. Ол барған күні, сол күні түнге дейін қандай оқиға болды, пайғамбарымыз не айтты, қандай хадистер болды, қандай жағдайлар болды, соның бәрін маған жеткізеді. Келесі күні мен барам, мен оған жеткіземін түнге қарай. Сол көршім баратын күні түнде есік қағылды дейді. Тарсылдап есік қағылды. Сол сәтте біз Мәдинада негізі ғассандықтар әні шабуыл жасап қалады, міне шабуыл жасап қалады деп ғассандықтарының шабуылынан кішкене бәріміз уайымдап, соны шабуыл жасап қалар ма екен деп жүрген күндеріміз еді дейді. Мен есікті тарсылдатып ұрған кезінде сол ғассандықтар шабуыл жасады екен деп ойлап қалдым дейді. Сөйтіп не болды, тыныштық па, жайшылық па, ғассандықтар шабуыл жасады ма Мәдинаға, қаламызға деп сөйтіп есікті ашып жатқанымда көршім айтты дейді, одан да бетері болды деп. Одан бетері не дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдерін талақ етті деп. Хафсаның құрған жері осы екен болды ғой дедім дейді да. Дереу есіктің несінде ілулі тұрған қылышымды алдым да Хафсаның үйіне қарай жүгірдім дейді. Барам да Хафсаның жанын шығарам деп ойлап барғам дейді. Барсам дейді, Хафса жылап отыр дейді. Еш нәрсе сөз айтуға шамасы келмейді, жылап, еңкілдеп жылап отыр дейді. Не болды? Сұрасам айта алмайды дейді, тек жылап отыр. Алла елшісі сендер талақ етті ма десем, білмеймін деп айтты дейді. Алла елшісі қайда дедім, бұлай бөлмесін не қылды, көрсетті дейді. Сосын Алла елшісінің қасына бардым дейді. Барсам, шатырдың есігінің алдында бір сахаба тұр. Мен рұқсат сұрадым дейді. Мен Алла елшісіне кіруім керек. Сахаба ішке кіріп кетті, қайтып шықты да, жоқ, Алла елшісі еш нәрсе демеді, мен сені кіргізе алмаймын деп айтты. Сосын шамал былай жүрдім да, бір
көңілім тынышталмады, қайтадан келдім дейді. Қайтадан рұқсат сұрадым, қайтадан үнсіз дейді. Қайтадан былай кеттім, тынышталмаған көңіліммен қайтадан пайғамбарымыздың қасына келдім дейді. Шатырға кіруге рұқсат па деді. Әлі рұқсат жоқ. Сол кезде даусымды кішкене шығарып айттым дейді. Алла елшісіне айтып, мен өзім қызым Хафсаны қорғау үшін келген жоқпын. Егер Хафсаны оның көңілін қалдырған бір әрекеті болса, басын шауып алуға келдім деп айтты. Сол кезде барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омарға айтты, ішке кірсін деп айтты дейді. Ішке кірдім енді қарасам дейді, жаңағы шатыр бөлек тігіп алған ғой. Денесіне жаңағы жерде жатқан төсегінің іздері тұрып қалған дейді. Сол кезеңде ана Омар радиаллаху анхтың айтқан мәшһүр сөзі бар. Я Расулаллах, басқа елдің патшаларының бәрі мамық төсекте жатыр, мамық жерде жатыр, дәмді тамақ жеп жатыр, ал сенің мынау жатсың мынандай деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: уа Омар, сен мынаны қаламайсың ба? Жәннат олардікі болсын, бұл дүниеде, бұл дүниенің жәннаты олардікі болсын, ақыреттің жәннаты біздікі болсын деп айтқан кезінде барып, Хазіреті Омар радиаллаху анху кішкене қайтадан есін жинайды да, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға кішкене көңілін көтеру үшін әңгіме өрбіткісі келеді, бірақ неден бастарын білмей отырады. Сөйтеді де өзінің әйелі туралы айтады. Әйелінің, білесің бе, я Расулаллах дейді, менің әйелім дейді, бір күні бір нәрсені айтты дейді, мен жоқ ондай болмайды десем маған сөз қайтарып жатыр дейді. Сол кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкене езу тартып күлімсірейді да ана әңгімесіне. Сол езу тартқанынан кішкене бойында батырлық пайда болады да, Хазіреті Омар одан сайын жалғастырады. Біздің әйелдеріміз ондай емес еді дейді. Осы Мәдинаға Меккенің кезінде біздің әйелдеріміз біздің сөзіміздің үстінен сөз айтпайтын еді дейді. Бірақ Мәдинаға келген кезімізде олар мәдиналық әйелдерге еріп бізге сөз қайтаратын болды дегенде пайғамбарымыз одан сайын күлімсіреді дейді. Сол кезде барып жаңа күлімсірегенін пайдаланып, я Расулаллах, сен әйелдеріңді талақ еттің ба деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жоқ, талақ еткен жоқпын деп қуанып кетеді Хазіреті Омар. Мен осыны сыртқа сахабаларға айтайын ба, жария етейін ба дегенде, иә, жария ет. Шатырдан шыға салысымен Аллаху акбар, Аллаху акбар, пайғамбарымыз жұбайларын талақ еткен жоқ деп айтты деп. Сөйтіп жария не қылады. Пайғамбарымыз бірақ сол бір айды толтырады. Біз бұны иля оқиғасы деп айтамыз. Жаңа бір ай әйелдерінен алыс қалу, өз-өзіне солай уәде еткен. Сондықтан да уәдені ұстау үшін бір ай толтырады. Бір айдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайлардың үйінен бірінші Айша анамыздан бастайды. Сөйтіп Айша анамыздан жаңа Ахзаб сүресі 28-29 аяттарды оқиды. Егер сендер бұл дүниелік нығметтерді қалайтын болсаңдар, Алла тағала сендерді Алла елшісі сендерді қоя береді, жаңа сендерге бұл дүниенің нығметін береді. Жоқ, егер ақыретті қалайтын болсаңдар деп келетін сол аятты. Сонда қай таңдауды жасайсың деп Айша анамыздан сұрайды ғой. Сонда Айша анамыз айтады: мен әрине Алланы және Алланың елшісін ақыретті таңдаймын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: жоқ, Айша, сен асықпа, қаласаң әке-шешеңмен ақылдас дейді. Сонда Айша анамыз айтады: мен бұндай мәселеде әке-шешеммен ақылдасатын жағдай емес бұл маған дейді. Кейіннен өзінің бір несінде естелігінде айтады: мен пайғамбарымыздың осы сөзіне кішкене ренжіп қалған едім дейді. Яғни ақырет тұрғанда, Алла тұрғанда, Алланың елшісі тұрғанда сен әке-шешеңмен ақылдас деп айтқаны маған көңіліме батты дейді. Сөйтіп мен бірден сол жерде мен оны ақылдасатын жағдай емес, мен бірден Алланы, Алланың елшісін, ақыретті таңдаймын деп айтқан кезде пайғамбарымыз мен бұны басқа жұбайларымнан да сұрайын деген кезде Айша анамыз айтады: я Расулаллах, мен білемін, басқа жұбайларың да тура менің жауабымды айтады дейді. Сонда қараңыз, сол әйелдердің арасындағы бауырластық, бір-бірін сатпайтындығы. Мысалы Айша анамыз айтса болатын еді сол жерде, өзі жақсы көріну үшін. Мен соны айтып тұрмын, бірақ басқа әйелдерің қайдан не айтатынын барып сұрап көр десе болатын еді. Бірақ оларды да итерген жоқ, оларды да жаңағыдай сол жағдайды пайдаланып қалып өзін алға қарай шығарып жіберген жоқ. Сондықтан да біз осы жерде әйелдерге де осы мәселені айтуымыз керек. Яғни сіз қарақан басты біз еш уақытта күйттемеуіміз керек. Қандай жағдай болатын болса жағдайға біз шынайылықпен ақиқатын қарай білуіміз керек, және өзімізді қалай ойлайтын болсақ қасымыздағы мұсылман бауырларды солай ойлауымыз керек. Тіпті кейбір жағдайларда мұсылман бауырларымызды мүмкін алға қарай шығаруымыз керек. Сонда сіз Алланың нағыз қалаған нәрсесін сол кезде жасаған боласыз. Айша анамыз да солай етті, Хафса анамыз да солай етті. Хафса анамыздан да барып сұрады. Хафса анамыз да қуана-қуана Алла елшісін таңдады. Осындай жағдайлармен демек қызғаныштарын олар Алланы таңдау, Алла елшісін таңдау, ақыретті таңдау арқылы әрдайым қызғаныштарын басып отырды.
пендешілік пен кемшілік жасаймыз, бірақ та ол кемшілігіміз жаңағы асып кетпеу керек, адамгершіліктен. Яғни орнымен қолдана білген деп айтып отырсыз ғой, машалла. Ұстаз, енді бізде мәшһүр оқиға бар. Абу Бәкір ас-Сыддықтың кезеңінде Құран жинақталған. Ол Құранның жинақталуы енді өз алдына бір не ғой, тарих қой. Ол бір ұзақ оқиға, бірақ та сол Құран жинақталғаннан кейін Хафса радиаллаху анхаға беріледі. Оның сыры неде? Мысалы, Хазіреті Әбу Бәкірден кейін радиаллаху анху халифа болған Хазіреті Омар ол Құранды алады, өзінде сақтайды. Оригинал жалғыз Құран сол кезде. Хазіреті Омар қайтыс болар кезінде оны қызы Хафса анамызға аманаттайды. Хафса анамызға аманаттағаны да бұл жерде, мысалы, Хазіреті Осман бар еді, оған да аманаттаса болатын еді. Немесе Хазіреті Али бар еді, оған аманаттаса болатын еді. Бірақ Хафса анамызға аманаттағаны себебі Хафса анамыздың сол кезеңде Құранға өте жақын болған. Хафса анамыз негізі тіпті қари болған деп айтады. Құранды жатқа білген. Жаңағы пайғамбарымыз ажырасатын кезінде, бір талақ айтқан кезінде Жибрил алейхиссалам келіп, ол қауама, ол сауама деп айтқаны, ол намаздарын тастамай оқиды, оразаларын ұстайды. Шынында Хафса анамыз сондай тақуа болған, намаздарын әрдайым намазда болған. Жамал оқиғасы болады ғой, Айша анамызбен кейін пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін басқа сахабалардың арасында. Мысалы, сол соғысқа да қатыспайды. Оның орнына мен намаз оқимын дейді Хафса анамыз. Намаз оқиды, әрдайым намаз оқиды. Тіпті жаңа пайғамбарымызға жәннатта әйел болу дәрежесін солай намаз оқу арқылы, ораза ұстау арқылы. Сондықтан да біз мынаны айтуымызға болады. Мысалы, әйелдерден де мынандай жағдай болуы мүмкін. Күйеуі мен ажырасатындай жағдайға келуі мүмкін. Мен осы жекемеде кейбір келіншектердің осы жағдайды сұрап жатқан көп сондай хаттар келеді. Күйеуім болды ажырасамыз деп айтып отыр. Қанша кешірім сұрасам да күйеуім жібімей отыр. Не істесем болады деп та. Біз осы жерде Хафса анамыздың жағдайын ұстануымызға болады. Пайғамбарымыздың өзі оны талақ етейін деп отырған кезінде талақтан қалай кері қайтты? Себебі Хафса анамыз жаңа намаз арқылы, оразасы арқылы осы оқиғаны жеңді. Сондықтан жаңағы ажырасуға дейін жолы келіп тұрған, немесе басына басқа да қиыншылықтар келіп тұрған жағдайда әйелдер намазын қайта одан сайын күшейту керек. Оразасын одан сайын күшейту керек. Сонда ол жағдайдан Алла тағала оны өзі бүйтіп суырып алып шығады ғой. Суырып алып шығып, сол жағдайды Алла тағала өзі реттеп береді. Ал бізге сол жағдайда түсіп тұрған міндет демек көп намаз оқу, көп ораза ұстау арқылы керісінше Алла тағалаға қарай жақындай беру ғой. Сол Алла тағалаға жақындау арқылы Құранда Хафса анамызға осындай күйде келді. Құранға өте берілген әйел еді. Таң ертеңнен кешке дейін Құран, қолы босай қалса Құран оқитын, қолы босай қалса намаз оқитын, қолы босай қалса ораза ұстайтын. Тіпті сол кезеңдегі фитналардан да осы арқылы алыс тұрды дейді. Сөйтіп Хафса анамыз Хазірет Осман халифа болған кезінде Хафса анамыздан сол Құранды алдыртып, оны бірақ алдыртқанда да солай алдыртты. Мен қайтадан Құранды сізге қайтарып беремін деді. Сөйтіп Құранды көбейтті де оригинал жаңа алғашқы нұсқасын қайтадан Хафса анамызға қайтарып берді. Хафса анамыз сол Құранды өмір соңына дейін сақтады. Хижраның жаңа 40-шы жылдар қайтыс болатын кезінде ол Құранды қайтыс болған кезінде сол Меккенің сол кездегі әкімі Маруан ибн Хаким Құранды алды дейді, қайтыс болғаннан кейін. Сөйтіп Хафса анамыздың жаназасын сол әкімнің өзі шығарды дейді. Одан кейін Хафса анамыздың жерлейтін кезінде бауыры Абдулла ибн Омар оны иығынан тасып алып барып мазарға өзі салып жатқан кезінде жаңағы сөзді айтты, мәшһүр сөзді. Әпкетайым пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға сәлем айта бар деп, сөйтіп оны жерледі дейді. Яғни Хафса анамыз сол өмір сүрген кезеңде пайғамбарымыздан 60-қа жуық хадис риуаят етті. Риуаят еткен хадистердің бәрін қарасаңыз фиқх саласында дейді. Яғни оның сондай білімге өте жақын болғандығы, білімді ізденгендігі, ең көп жаңа фиқхтағы, шариғаттағы үкімдерді, ең негізгі үкімдерді біз сол Хафса анамыздың риуаяттарынан білеміз. Құранды қалай аманаттап алғандығы. Яғни демек мінезі тік болған, мінезі былай қарағанда қиындау болған Хафса анамыз, бірақ осындай жағдайда үмметтің анасы болды. Субханалла. Пайғамбарымызға жәннатта да жар болатын әйел болды. Бұның бәрін қалай болды? Сондай мінезім тік,
мен осы мінезіме шыдаңдар, қалай болса солай менімен бірге осы айтқанымды айтқан, осыдан қайтпаймын деген жоқ. Сол мінезін басқара алды, мінезімен тіпті тақуалығын ұстана алды, тақуалықтан да кері қайтқан жоқ. Хафса анамыз осы арқылы бинту әбиха, әкесінің қызы болды. Әкесінің қызы деген сөз қай уақытта айтылады? Көбінесе мысалы бізде бір қыздарымызға айтқан кезде, ой, мына әкесінің қызы деген көбінесе жақсы мағынада айтылады. Немесе қызы жаңағы ағасына, нағашысына ұқсап қалыпты, анау пәленше деген әпкесіне ұқсап қалыпты деген көбінесе жақтырмаған кездерде айтылады да ол сөз. Ал әкесінің қызы деген сөз көбінесе жақсы мағынада айтылады. Хазірет Омарға ешқандай кір келтірген жоқ. Хазірет Омардың миссиясы қандай болды? Тура сол миссияны қызы болса да, қыз бала болса да сол миссияны атқарды. Екінші бір сипаты пайғамбарымыздың жұбайы болды. Тіпті қандай жұбайы болды? Пайғамбарымыздың ақыретте жалғасатын жұбайы болды. Осы жағынан үлгі алуымызға болады, осы жағынан біз ұқсауымызға болады. Яғни біз күйеулерімізбен де отбасылық өмір құрғанда мүмкіндігінше оны ақыретте жалғасатын бір отбасы ретінде оны жалғастырып алып кету. Ол жерде өзіміздің нәпсілеріміздің бәрін шегеріп қойып, барынша сол отбасымыздың өміршеңдігі үшін жұмыс жасауымыз. Үшінші бір мәселе мұсылмандардың анасы болу. Яғни біздің өмірдегі де үлкен мақсатымыз мұсылманның анасы болу. Үмметтің анасы болу, сол сипатты аналарымыздан үйреніп ары қарай жалғастыру. Яғни өзіміздің қарақан басымызды ойлау емес, бірінші орында үмметтің жағдайын ойлау, әр дұғамызда үмметтің жағдайын дұғамызға қосып отыру, әрбір мұсылман бауырымызды өзіміздің баламыз секілді бауырымыз ретінде қарап, оларға да дұға жасау, олардың да жағдайын ойлау, жалпы ислам дінінің жағдайын ойлау. Менің өзімнің қалауымнан бұрын дініміздің қалауын бірінші орынға шығарып отыру. Менің қалауымнан бұрын Алланың қалауын бірінші орынға шығарып отыру. Осы мәселеде болатын болсақ, иншалла Хафса анамыздың қыздары боламыз деп айтуымызға болады иншалла. Машалла, Алла разы болсын ұстаз. Ал құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыз сондай бір тұнып тұрған даналық, тұнып тұрған білім болды. Аллах Тағала сіздерді қандай болмыспен жаратқан болса, ал Алла Тағала бізді лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим дейді, біз құлды дейді, яғни адамды көркем түрде жараттық деп айтады. Сол көркем болмыстарыңызды жоғалтпаңыздар, сол көркем болмыстарыңызды, бойыңыздағы Алла берген қабілеттеріңіздің бәрін осы өміріңіздің көркем өтуіне, дінімізге арнаңыздар. Иншалла әркімнің, яғни әр нәрсенің артынан ере бермеңіздер деп айтқымыз келеді. Алла Тағала хайырлы білімдерден етсін. Ассаламу алейкум. Ғайыптан келген мейірім атты кітабымыз қазақ еліндегі бүкіл қыз келіншектерге арналады. Қыз балаларымыз бұл жерде отбасы құруға дайындықты осы кітап арқылы үйренуіне болады. Қалай дұрыс жар таңдау мәселелері осы жерде қамтылған. Сонымен қатар келіншектерге де отбасылы болған жағдайларында барлық мәселелерін шешуге көмектесетін бірден бір кітап деп айтуымызға болады. Бұл жерде қыз келіншектердің күйеуімен қарым-қатынас мәселелерін қалай дұрыстауына болады, ата-енемен мәселелерін қалай дұрыстауына болады, бала тәрбиесін қалай етсе дұрыс жүргізуге болады, және өзінің үйіндегі материалдық рухани жағдайлардың бәрін қалай реттеуге болады. Осының бәрі біздің осы ғайыптан келген мейірім атты кітабымызда қамтылған. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі описаниядағы сілтемеге өтіп тапсырыс берулеріңізге болады.